Сәлем достар, бүгінгі тақырып ананың мақсаты баланы дамыту деп аталады. Неге мен бұл тақырыпты қойып, ұстанып, осылай видео жасағалы отырмын? Себебі көп әйел, әсіресе декретте отырған әйел, өзінің не үшін отырғанын білмейді, кім үшін отырғанын білмейді, не мақсатпен отырғанын білмейді. Көңілім әйтеуір алай-дүлей, жан-жақ шашылып жатыр. Болды, біттім, мен кеттім. Енді осымен бір өмірім тоқтап қалады деп, немесе жұмысқа шығып кетуге асығып, болмаса қатты бір күйзеліске түсіп, осындай дүниелер болып жатады. Оның бәрі қайдан шығады? Оның бәрі өзінің мақсатын білмегендіктен. Көп қазіргі қоғамда декреттегі әйелді бір өмірден қалып кеткен, бір адамдай шеттетіп, бір сөйтетін секілді да. Инстаграмда да қарасаң да, мысалы, декреттегі аналар кез келген жұмысқа даяр, баласын тастап шығып кеткісі келеді. Енді бәлкім қажеттілік те болар, бірақ қарап тұрсаңыз, егер отбасыңызда ер адамыңыз жұмыс істейтін болса, мейлі ол көп тапсын, мейлі аз тапсын, ол жеткілікті болады негізі. Себебі Алла тағала барлығымызға жеткілікті етіп беріп қойған. Тіпті 50 мыңның өзі, 40-50 мыңның өзі жеткілікті. Сәл ойлансаңыз түсінесіз, не үшін олай айтып отқанымды. Айтуыңыз мүмкін, қазір бәрі қымбат, маған жетпейді деп. Жоқ, бұдан да жаман күндер болған, бұдан да жаман уақыт болған, бұдан да тіпті ас су таба алмай отқан уақыттарда да бала дамыған, өскен. Ол кезде де ата-аналар баласын дамытқан, баласына жақсы қараған, баласының қасынан табыла білген. Сол себепті де бұл сіздің басты мақсатыңыз, жаңағы былайша айтқанда, қазір адамдар бренд қуалап, тренд қуалап кеткен заман болды ғой. Жоқ, брендтің, трендтің сізге керегі жоқ ешқандай да. Сіздің мақсатыңыз ана болуыңыз керек. Балаңызды дамытуды ойлауыңыз керек. Баланы іштей жатқаннан бастап, балаңызға сипалап, жақсы бағдар бере білуіңіз керек. Іштей жатқаннан бастап, балаңызды сипалап, жақсы мінез, құлық қалыптастыруға тырысуыңыз керек. Егер болды, іштей жатқанда олай істемедім, мейлі туылды десеңіз, туылғаннан бастап, балаңызға жақсы сөз айтып, балаңызбен еміздіріп атқан өзіне де ойнап, көзіне қарап, көтеннен сипап, осылай бір контактқа түсуді бастасаңыз, немесе үйдегі бар ойыншықтармен жай ғана шар алып берсеңіз, мысалы, шар алып берсеңіз, шарды барлығы ала алады ғой, қолына байлап қойсаңыз да, кішкентай кезінде әлі. Инстаграмда қазір бала дамытуға арналған өте көп ақпараттар көп. Мен оның бәрін көрем, сіздерге де көруге кеңес берем. Өзге ұлт өкілдерінде болсын, мысалы, орыс халқында, болмаса тағы Америкада, Европада баланың дамуына өте қатты назар аударады. Арнайы бөлмелері бар олардың. Мен қатты таңғаламда, сонша қатты назар аударады, тіпті 2 жасар балаларын әріп үйрете бастайды. Олардың балалары бірге туылмай жатып, еркеуіш сөздерді біледі. Яғни бірге туылмай жатып, балаға сондай нәрселерді үйретеді. Бірге туылмай жатып, бала сөйлей алатын болады. Ол деген өте керемет жетістік. Ол деген ана, яғни баламен айналысады деген сөз. Сол себепті де қазір біз барынша бар ойымызды, бар мақсатымызды осы баланың дамуына арнауымыз керек. Кейін мынандай жайттарды көрдім, мен өзім дамимын дейді декретте, ал баласы қала береді. Баласына бесікте жатқан кезде бесікке бөліп тастап, мультик қойып, өзі ана жақта өзінің планын жоспарлап жатады. Онда сен не үшін ана болдың мысалы? Сен балаңа мультик қойып қоясың, жаңада туылған балаңа. Мен өзім өмір сүремін, өзім дамимын. Онда тұрмысқа шықпай-ақ, бала тумай-ақ, өз-өзіңмен дамып жүре берсең болады мысалы. Ол дұрыс емес, бұл жерде жауапкершіліктің төмендігінде жатыр. Мен сондай көргенде таң қаламын да. Қазір енді бесікке салуға да болмайды деген дүниелер шығып жатыр. Оны да білетін шығарсыздар, 2 айға дейін бесікке салуға болмайды деген. Бірақ бәрібір де жаңағы
аулада отырсаң, баласы бір бөлек, өзі телефонда бір бөлек шұқылап отқан ананы көресің. Яки өзі телефоннан баса алмайды, бала бөлек ойнап жүреді, ана өзімен өзі жүреді, осындай. Ана қатты ашуланады да, мен көрем, кейбір декреттегі әйелдер ашуланып жүреді. Жоқ, ашуланудың, яки өмірден қалып кеттім, барлығы тренд келіп жүр, барлығы байып жатыр, озып жатыр, мен қалып кеттім деудің қажеті жоқ. Бұл жердегі сіздің басты мақсатыңыз не, басты миссияңыз не, соны ойлану керек. Басты миссия менің баланы дамыту. Так, қандай күнделікті план құрсаңыз болады, жоспар құрсаңыз болады. Яғни бүгін мен баланы мынаны үйретемін, бүгін мен баламен ойыншықтармен, шармен ойнайын, бүгін доппен ойнайын деп мысалы. Бүгін сіз тіпті балам мынаны былай істейміз, мынаны былай істейміз деп айтсаңыз да бала оны түсінеді. Тіпті жаңадан туылған баламен де ояу кезінде сөйлесіп, кішкене қарап, оның түріне сипаласаңыз да ол оны сезінеді, түсінеді, еуден бөлек. Баламен көбірек контакт жасау керек. Жайлап ол дыбыс шығара бастайды одан кейін. Көбінесе балам сөйлемейді дейді, сөйлемегендігі себебі ана баламен контактке түспейді. Ана тырыспайды баламен контактке түсуге. Сол себепті сөйлемейді негізі. Басты мәселе сол. Сондықтан да декретте отырған кезде барынша баланы дамытуға тырысу керек. Ананың жауапкершілігі сол, баланы дамытып шығару керек. Яғни баланы 3 жасқа дейін қатты қадағалап, жалпы ары қарай да қадағалай бересіз ғой, бірақ жалпы қатты махаббат берілу кезде ол 3 жасқа дейін, 3 жастан кейін көп ата-аналар садикке бере бастайды. Болмаса бала өздігімен жүріп уже ойнай алатын болады, сізге қатты жабыса бермейтін болады. 3 жастан кейін. 3 жасқа дейін бала жабысады, сізге мұқтаж болады, сіздің көңіл күйіңізге, сіздің көңіл бөлгеніңізге мұқтаж болады. 3 жасқа дейін біз баланы дамытып алуымыз қажет. 3 жастан кейін ол сізбен ойнамауы да мүмкін, сізге қарамауы да мүмкін. Өзге балалар қызық бола бастайды 3 жастан кейін оған. Ал 3 жасқа дейін балаға ана керек. Сондықтан да егер шама шарқыңыз жетсе, әртүрлі ойыншықтар алып бересеңіз болады. Шама шарқыңыз жетпесе, ол ойыншықты қолдан да жасауға болады. Қолдан жасауға уақытым жоқ десеңіз, үйдегі бар затпен ғана ойнатып, бар затпен ғана баланы дамытып, үйретіп шығуға болады. Қазір Google деген жақсы, Яндекс, интернет, YouTube, жаңағы Instagram, ақпарат бәрі қол жетімді. Баламды қалай дамытам? Бала даму, развитие малыша, мейлі ағылшынша теріңіз, мейлі орысша теріңіз, мейлі қазақша теріңіз, шығады сізге, бүткіл информация шығады, өзіңіз білмесеңіз. Кәдімгідей соны ақтарып, көріп, оқып, қарасаңыз, біраз мәліметтерге қанық болады. Сосын өзіңіз ойша сараптай бастайсыз. Нені дұрыс, нені бұрыс, нені үйреткенім дұрыс, нені үйретпегенім бұрыс деп. Кейбір ата-аналарға таң қалатын, аналарға тіпті әр күнге баласына жоспар құрып, мынандай конвертикке немен айналысамыз, әр күн балаға 20 минут бөле отыра, күніге бір нәрсемен айналысады, күніге бір нәрсені үйретеді. Мысалы, 6 айынан бастап кейбір аналар отырған кезден бастап, мысалы балаға әртүрлі қолына бірдеңе беріп қойды. 6 айға дейін дамытатын да бар. 6 айға дейін әртүрлі мысалы сылдырмақты беріп қойды, тістейтін нәрселерді беріп қояды, сонымен қатар шарды беріп қояды, нені беріп, сонымен қатар нені әртүрлі отыратын орындығына, мысалы баклажканы қақпағын тұрғыздырып қояды дегендей секілді. Осы кубиктерді беріп қояды. Әйтеуір бір үйге керекті болмаса, бір қасықтарды, бір ағаштан жасалған, балаға қатты зияны жоқ, пластик заттарды қатты зияны жоқ балаға. Сондай нәрселерді беріп, әйтеуір ойнатып жатады. Соны қарасаңыз, барлығы баланың дамуы үшін керек нәрсе. Біз баланы мектепке баратын кезде емес, мектепке дейінгі этапта біз баланы дамыта білуіміз қажет. Немесе 3-тен асқаннан кейін емес, 3-ке дейін баланы дамытуымыз керек. Туылғаннан бастап баланы дамытуымыз керек. Осыны басты назарда ұстауымыз керек. Ананың мақсаты баланы дамыту болды. Сіздің ойыңызда сол нәрсе болу керек. Басқа нәрсе болмау керек. Баланы дамыту,
енді өзіңіздің үйіңіздің тірлігі бар, ата енеңізде тұрсаңыз олардың жағдайы бар дегендей осындай нәрселер болуы мүмкін. Бірақ баланы дамытуға қазіргі кезде бәрі қолжетімді, кнопканы бассаң бәрі істейді. Сондықтан да сіздің уақытыңыз бәрі бірде болады. Сондықтан балаға күніне 20 минут қана арнап баланы дамыту ертең сіз үлкен тұлға қалыптастыруға сіз себепші боласыз. Кімнің анасы еді бұл деп анасын қарайды, сізді қарайды. Сол кезде дана әйел тәрбиелепті ғой дейді. Яғни декретте отырып сіз құр бекерге отырмын демеңіз, сіз үлкен ұрпақ, үлкен тұлға тәрбиелеп отырсыз. Сол тұлғаның тәрбиелеуіне біз атсалысуымыз керек. Достар, сіздерге айтпағым осы. Көргендеріңізге рахмет. Арнама жазып алыңыздар. Бала дамытуға байланысты, баланың тамағына байланысты, иә. Кейде мен балаларыммен әртүрлі ойнаған дүниелерімді салып қоямын. Оны да көріп бақылай аласыздар. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет көргендеріңізге.